Ей балам, тоқта. Неге? Үлкен кісінің жолын кесуге болмайды. Рахмет. Жарайды, апа. Әмина, сен мені танымадың ба? Мен курстасың сапармын ғой. Алматы, Политех, есіңде ме? Әй, сен әлгі сапармысың? Иә. Сендер артынып тартып қайда шықтыңдар? Баламның 40 жасқа толған тойына келе жатырмыз. Солай де. Ендеше көріп отырыңдар. Ал енді сендерді ешкім күтіп алмай ма? Ұлдарың қайда? Олым үлкен кәсіпкер, бизнесмен, тірліктері де көп. Бізді күтіп алатын уақыты жоқ. Ол бала анасын күтіп ала алмайтындай, соншалықты өзі не жұмыс істейді? Ай, осы қаладағы бір банкты басқарады-ау деймін. Солай де. Аты кім балаңның? Талғат. Сол баламның тойына анау жоғары жақтан үлкен бастығы келеді екен. Жақында қызметі көтеріледі дейді. Солардан ұят болмасын деп, біз де бір киерімізді үстімізге іліп алып келе жатырмыз. Мама, жақсы, кейін қабыласамыз. Қалайсыз? Жандос, әйгерім, әжелерің кел. Қалайсыз, аға? Ой, черно-белый. Аман заттарына. Сәлемет. Амансың ба, шырағым. О, құрт, қаны? Жеме, тиме, қолдан жасалған құрт, таза емес, микроб шығады. Барыңдар анда. Осы апамдай 70-ке келгенде желпілдеп не бар екен, а? Қартайған шағында үйде отырса болмай ма? Жастармен шағыласпай. Осы сен менің анам келсе болды, кірпідей жиырыла қалатын не? Сенің анаң келгенде құшақ жая қарсы алып, қайтарында самолетқа шығарып салып, шапқалаймыз да жүреміз ғой. Жан, енді апам тойға бармай-ақ қойса дегенім ғой енді. Алыңыз. Балам, мен жолдан шаршаңқырап келдім. Бір түрлі мазамда болмай тұр. Үйде балалармен ақ отыра бергенім дұрыс сияқты. Өздеріңді көрдім. Тойларыңмен құттықтап, мына немерелерімді бір иіскеп кетейін деп келдім. Мама дұрыс айтады. Енді жолдан шаршап келді ғой. Дем алсын. Бастығың. Қане, ұстамына. Жігіттер, шеф. Саламатсыз баға. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Біздің анамыз танысып қойыңыз. Ой, бәрекелді. Сәлеметсіз. Әмина көрінбейді ғой. Қайда өзі? Мамаша ауырып қалған екен, мазасы болмай. Ауылдан келе алмай қалды. Иә. Талғат, бұл қалай болғаны? Мана онымен кездескенде сенің тойыңа барам деп, көйлек сатып алғаны қайда? Талғат, сен осындай жағдайға қалай жеттің, білесің бе? Сен оқытам деп, күндіз бір мекеменің, кешке басқа бір мектептің еденін жуатын. Бүкіл ғұмырын саған арнаған жоқ па? Өте сұлу келіншек еді, жастай жесір қалды. Өгей әкеге жаутыңдамасын деп өмір бақи тұрмысқа да шыққан жоқ. Балаңды сен сыйламасаң, басқалар қайтсын. Мінекей, мынау сенің той анаң. Аға, тоқтай тұршы. Ата-ананың қадіріне жетпеген баладан не күтуге болады? Жұмақтың кілті аналардың аяғының астында екенін есіңнен шығарма. Талғат, қонақтар күтіп қалды ғой, жүрсеңші. Жүр дейменен. Талғат, қайда барасың? Қайтсаңшы, Талғат! Фуй! Я Алла, ұлымның басқан қадамынан жаңылдырма. Өзінен басқа ешкімге табындырма. Берген бақытың мен несібеңнен арылдырма. Я Алла, менің ұлымның біліп-білмей істеген күнәләрін кешіріп, денін сау, өмірін ұзақ ете көр. Немерелерімнің жүрегіне иман ұялатып бақытты ет, жаратқан ием. Әумин.